Ертеде бір шалдың 4 ұлы болыпты. Бір күні шал ұлдарын шақырып былай депті. Мен қартайдым. Біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы мен байлығы сай болса, сол мұрагерім болады. Әрқайсысың маған байлықтарың мен ақылдарыңды көрсетіңдер. Үлкен ұлы әкесіне байлығын көрсетуге келіп былай депті. Әке, міне менің байлығым. Қараңыз, осы асыл тасты жүзік. Ал екінші ұлы болса, Мені осы түрімде көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас ет. үшінші ұлы күміспен және асыл тастармен әшекейленген белдігін буынып былай дейді. Мұндай белдік ешкімде де болған емес. Осы менің байлығым, әке. Ал кенже ұлы болса, Сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың? Менде асыл тасты жүзікте, сәнді киімде, қымбат тастармен әшекейленген белдікте жоқ. Тек еңбек сүйгіш екі қолым, қайрат жігерге толы жүрегім бар. Менің мұрагерім кенже ұлым боласың, ал қалғандарың оның айтқанынан шықпауды өсиет етемін.